После вакцинации судороги начинается. Bu üçüncü red ya? Üçüncü red басталады. Төртіншісіне. Видеода тынысы тарылып, тілі күрмеліп жатқан азаматтың бұған дейін өз емханама бір рет бардым деп әзер сөйлеп жатқанын көруге болады. Оны түсірген танысы да қазір Қалқамандағы ауруханада жатқандарын айтып, әлі дәрігерлер қарауға келмеді деп шағым айтты. Желіде лезде лап берген бұл жазба онсыз да вакцинаға күмәнмен қарап жүрген кей адамдардың қорқынышын одан сайын үдете түсті. Азамат Алматыдағы перинатология орталығында 5 айдан бері акушер болып жұмыс жасайтыны және жұмыс беруші тарапынан вакцина салуға қысым жасалғандығы да жазылған. Перинатология орталығы және балалар кардиохирургиясында менің уақытымда осы вакцинация басталғалы бері біреуді заставить етіп, я болмаса бар мәжбүрлеуін мен бірінші. Шағымданушы екпе салдырмас бұрын Алматыдағы нөмір 17-ші қалалық емханасында өз еркімен анкета толтырды дейді емхана басшылығы. Бірақ емхана бізге ол анықтамасын көрсетпеді.